Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы музыкалық аспаптар жобалық жұмысы. Бүгінгі сабақта үйренетініміз Scratch программалау ортасында жобаларды сақтауды, ашуды үйренеміз, музыкалық аспаптарды ажырата білеміз. Бүгінгі жұмыстың барысы Scratch программасын іске қосу, музыкалық аспаптардың суреттерін жинау, жобаға атау беріп, сақтау, жобаға қатысты скрипт құру, жоба туралы әңгімелесу. А деңгейі интернеттен мұғалімнің көмегімен музыкалық аспаптардың суреттерін жүкте. Ол суреттер жетіген, қобыз, домбыра. Б деңгейі Scratch программасын іске қос, аспаптарды сахнаға орналастыр, файлды ұлттық аспаптар деген атаумен сақта. С деңгейінде ұлттық аспаптар файлын аш, суретте көрсетілген скриптті жазып, жоба құр, нәтижесін көріп, файлды сақтауды ұмытпа. Қандай жоба жасадың? Әңгімеле. Жұмыстың нәтижесі. Балалар, енді сабағымызды бағдаршам арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.